Сүйіскен харам ба, харам емес па? Калифорнияның Сан-Диего қаласында мына мүсін тұр. Қарасаңыз, Американың теңіз армия жасағы, анау үстіндегі киімі, басындағы тақиясы сол Америка теңіз армиясының киімі. Мына оның енді жүрген қызы ма, келіншегі ма, ғашығы жарайды. Бұлардан барып неке куәлігін сұрайтын біз емеспіз. Енді сүйіскен харам ба, харам емес па деп біздің қазақтар үлкен бір ғылыми талқыға түсіп кетуі бек мүмкін. Иә, екі алақанын ысқылап, екі кебісті бір-біріне соққылап, қазақ қоғамында өнбейтін даудың көрігін қыздырып отырған біздің биліктің жалдамалы даукөстері мен дау мейкерлері, дау жасағыштары мына үлкен портта, мынандай маңызды қалада, мынандай ұятты мүсін орнатып қойған америкалықтардың мүсінін талқылап, харам ба, харам емес па, домбыра харам ба, харам емес па, анау харам ба, харам емес пе деп отырғанда назарларыңызды мына жаққа салыңыздаршы. Міне, мына үлкен алып кеме. Алып кеме. Мынаның төбесінде ұшақтарға қараңыз. Тік ұшағы бар, әскери жойғыш ұшағы бар, бомбалау ұшағы бар, джет файтерлары бар. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде, ойлаңыздар, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жұрттың баласы мынаны жасап отыр. Жұрттың баласы мынаны жасап отыр. Міне, қара, ал біз анау харам ба, мынау харам ба деп соны талқылап отырмыз. Мынаны қараңыздар, мына алып судың бетінде жүрген мына алып кемені қараңыздар. Өте алып кеме, сұмдық алып кеме. Төбесіндегі анау ұшақтар туралы арнайы видео түсірдім. Қараңыздар, таңырқайсыздар. Ал біздің талқылайтынымыз ол кеме емес, біздің талқылайтынымыз мынау болып. Мынау көйлегі қысқа екен. Қараңыздар міне. Қалай кетті? Міне, көйлегі қысқа екен, ойбай. Әуретін жаппапты, ойбай. Мынау көшеде сүйіскенінес, ойбай, қайбетім айын. Мына жігіт армияда өліп қалса енді мына қызды біреу алмай қоя ма? Мынау мен жүріп қойыпты, мынау мен тұрып қойыпты, енді байға тимей қалса қайтеді, ойбай. Ай, қазақ ай. Ананы талқыла. Ана ұшақтар талқыла. Анау жан алғыш ананың бәрі. Ол жан алғыш сонымен бірге жан қорғағыш. Ана жерде қаншама ұшақтарды біз көрсеттік. Әлгінде мен мынаның үстінде бол, мынаны мен түсіріп қайттым. Мынаны мен енді қайталап көрсетпеймін. Ана YouTube каналында Атажұрт Қазақ Human Rights USA ақш каналында тұр. Енді мен оның бәрін көрсетпеймін. Ал енді біз мынаны талқылайық. Бізге осы керек. Бізге басқа керек емес те, бізге осы ғана керек. Басқа не мына? Мен айтамын. Біз талқылайтын тақырып мынау, мына қараш теңізде. Жұрт 80 жыл бұрын мынаған жетіп қойған да. Бір ғасыр бұрын осыған жетіп қойған. Бір ғасыр бұрын мынаған жетіп қойған жұрт. Міне қараңыздар. Біздің талқылайтын тақырыбымыз осы болу керек. Баламызды осыған үйрету керекпіз. Мәселенің мәні түйіні осында болу керек. Енді ойбай деп маған кәпір куәлік үлестіріп жібермесін мына біздің анау. Бүкіл қоғамда жастарды мынау көнімпаздыққа, үнсіздікке, мына тәркі дүниелікке үгіттеп жүрген мына аталмыш біздегі секта басы, мына үгітші насихатшы молдалар. Мен жұрттың бәрін бүйтіп бас салып көшеде сүйістеп тұрған жоқ. Қайткенде ұрпағымызды аман сақтаймыз, мынаны үйрену керекпіз. Ұрпағымызды осыған үйрету керекпіз. Әнші, күйші болу, кібиенші болу, ыртыңбай, жыртыңбай, қыртыңбай болу, былқылдақ, сылқылдақ болу, әртіс болу дегенді қою керек. Орыс тілін қою керек. Ақын, сақын, жазушы болу дегенді қою керек.
ақын жазушыдан пайда болса, осы жер шарында біз ең жақсы болады. Мынау коммунистік жүйенің фильтрінен шыққан жан бағуды, тірі қалуды көздеген сол ақын жазушың бізге ештеңе бермейді. Мына қыртың, жыртың, мына университетте кібиен дегендердің бәрін көзін құрту керек. Міне, үйренетін өнер мынау. Қабылдайтын зат осы. Бірақ ойбай мынаны айтты деп мына мүсінге боламаған кәпірлікті үлестіре салмаңдар. Мен өз басым қазақ қоғамын әдейі басқа тақырыпқа бұрып, әдейі қолдан дау жасап отырған биліктің жалдамалыларына қарсы. Өнбейтін жігіт, өспейтін жігіт өнбейтін дауды қуат. Енді өспейтін халық өнбейтін дауды қуат деп айтайық. Өсем десек, көгерем десек, көктейміз десек, ілім білімге бет бұрайық. Және оны орыстан емес, мына озған, дамыған Еуропадан, Америкадан үйренейік.